Мен Ұлдахан Перизат Рысбекқызы, Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің нөмір 24 мектеп-интернатының химия пәнінің мұғалімі. Ақырын жүріп, анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Хәкім Абай атамыз айтып өткендей, әлемдегі мамандық атаулының ең бастапқы шыңы ұстаздық ету. Ұстаз болуым бұл менің бір кездердегі бала қиялымның, арманымның орындалғаны. Өзімнен кейінгі өсіп келе жатқан іні-сіңілерімді оқушы қылып, өзім ұстаз рөлін ойнаушы едім. Енді ойласам, сол кездегі әрекеттерінің барлығын алғашқы ұстазым Сәнді апайға ұқсатуға тырысыппын. Өскенде мұғалім болатынымды білсем де, бірақ қай пәннің мұғалімі болатынымды білмедім. Шаһарымыздағы нөмір 2 Абай атындағы лицейде оқып жүргенімде химия пәнін сүйіп оқитын едім. Апайымыз Ақтанова Бақытгүлбек Болатовна өте жақсы ұстаз еді. Мектеп бітірерде анашым, сен кітап оқығанды ұнатасың ғой, сол себепті мұғалім бол деп кеңес берді. Мен ойлана келе химия пәнінің мұғалімі болуды шештім. Химия пәні болғандықтан қызықты тәжірибеді көрсету маңызды болып табылады. Осы орайда мен күнделікті сабағымда 3 саты әдісін қолданамын. Бұл кезде оқушылар тақырыппен танысады, теориялық білімді жинақтайды, зерттейді, 3-ші кезеңде тәжірибе жұмысын жасау арқылы қорытынды жасайды. Өмірмен байланыстырып, күнделікті тұрмыста қалай пайдалануға болатынын нақтылап түйінді ой ұсынады. Жаңа технологиялар арқылы жас ұрпаққа сапалы білім мен ұлағатты тәрбие беру, өміріне жолдама алуына барлық жағдай жасау үшін білім беру ісін әлеуметтендірудің маңызы зор. Оқытудың жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларын меңгеру қазіргі заман талабы. Осы талаптарды орындауда ұстаздарға көмекші болар бірнеше платформалар бар. Өзім күнделікті сабағымда Quizlet, WordWall сияқты қосымшаларды қолдану арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады. Бұл платформаларды көбінесе өткен сабақты еске түсіру, сабақты қорытындылау кезеңдерінде жиі қолданып келемін. Kahoot немесе Quizzes платформалары арқылы викториналар ұйымдастыруға болады. Ойын түріндегі бұл тапсырмалар оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығын арттырып, оларды белсенділікке шақырады. Сондай-ақ Learning Apps платформасында әртүрлі интерактивті тапсырмалар мен жаттығулар жасауға болады. Бұл оқушылардың оқу материалын тереңірек түсінуіне мүмкіндік береді. Сабағымда әрдайым топтық, жұптық, жеке жұмыстар үнемі қолданылады. Топтық жұмыс барысында Classroom Screen деген платформаны жиі қолданамын. Қазіргі таңда білім алушылар үшін барлық мүмкіндіктер жасалған. Ал химия пәнін оқыту, оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын жетілдіру бүгінгі күннің негізгі мәселелерінің бірі. Пәнге қызықтыру арқылы өмірге дайындау мен қатар ғылымның дамуына да үлес қосуымыз мүмкін. Сондықтан әр мұғалім алдында отырған оқушысына білім беруде сабақтарын түрлендіре отырып, пәнге қызығушылықтарын оятып, зерттеуге бағыттаса, болашақ ғалымдар шығары анық. Әр әдіс оқушының қызығушылығымен қатар білімін жетілдіріп, ой тастап ойлануға тиіс. Сонда ғана сабақтағы уақыт бос өтпеген болып табылады. Оқушының жетістігі мұғалімнің жетістігі, ал мұғалімнің жетістігі жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануда демекші, үйренген әдіс-тәсілдерді еңбек жолында 14 жылдан бері пайдаланып келе жатырмын. Шәкірттерімнің де жеткен жетістігі көп. Атап айтқанда, жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінде химия пәні бойынша 2-ші орынды 10 сынып оқушысы Ғабиден Жансерік иеленді. Мұнан бөлек Ғабиден Жансерік Сарыарқа дарыны 8-10 сынып оқушылары арасында республикалық зерттеу жобалар байқауына қатысып, сертификатқа ие болды. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім деп Хәкім Абай айтқандай, мұғалімдіктің де өз қызығы бар. Бірақ қиындығы да аз емес. Соны жеңе білген жан ғана шәкірт жүрегіне жол табады. Мен үшін оқушының сапалы білім, тәлімді тәрбие алуы маңызды. Шәкірт жетістігі ұстаздың ерен еңбегінің нәтижесі, мұғалім мерейі. Бастысы өз пәніне деген білім шырағын жаға білу керек.